мәкеңдер айтып еді уже маған уже қазір ондай қызық емес уже ойбай қателестім қайтарыңдар ақшаны бол давай Расул сатсай деп сатайын деп жатсыңдар четко жауап бердіңіз өлімде қадалу керек негізі шетелге жіберу керек қой негізі Қазақстанда мынау кайф қой развлечениені көрсетіп жаңағы ой анау бала жақ елки шаршап кеттім рахмет лақтырыңыз нормально ғой ау алғысыңызды естімей қалды халық мен саны публично айтып сақташы соған қарай айтасыз кітаптан бастау керек әңгімені қандай жазылайыншы өзіме айтып жүрсіз бе ол кітаптың связанное одной сетью деп аталады бұны маған жаңағы Артем Овечкин деген менторымыз бар ғой сол кісі Дубайда жүргенде айтты да сенің ортаң ол қатты әсер ететін оны бәріміз білеміз ғой орта бәрі айта береді клуб анау бірақ тіпті оның біз анау ғылыми түрде дәлелденеді сол жерде сенің мысалы досыңның досы саған өмірің қатты әсер етеді сенің сырттағы жүрген мүлдем басқа адамдар байқайсыздар мысалы біз Москваға бардыңыздар мысалы киімдер киіну басқаша мысалы бір қала басқаша киінеді Алматыға қарағанда Алматыға келсең алматылықтардың өздерінің бір киімдері басқаша мысалы Шымкентке барсаң басқаша деген сияқты и даже стиль бәрі бірдей ұқсап кетеді ортаның ойлауы өзінің вкусы жейтін тамақтары досы даже әсер етеді саған не только досың и сол жерде мен Артемға жаңа сұрақ қойдым да айтамын да біраз адамдар бар менің ортамда деймін үнемі курстарға барады тренингке барады жаңағыдай білімді анау мен танитын біраз миллионерлерден білімді деймін да бірақ табысы аз бұл жерде не қателік кетіп жатыр қандай проблема бар деген сияқты ше өйткені шынымен ғой бізде өте көп әртүрлі курстың артынан жүгіріп жүргендер бар бірақ табыс жағынан сәйкес емес и сол жерде соны айтты да жаңағы ең бірінші ол бірнеше фактор барлар деп и солардың ішінде осы ортаны айтты орта мысалы сенің өсуіңе мысалы именно мынау мышлениедегі масштаб бар ғой ақшаға деген көзқарасың өмірінде үлкен ақшаны көрмеген адам ол қайдан оны ескере алады даже ол сенің ойыңмен күнделік тұрып алып мен күнде мысалы айына 20 миллион табамын деп өзін қинай бергеннен ол ми оған сеніп кетпейді ғой бірден ол ең бірінші қашан күшеді қасында тұрған адам көрсе нақты мынау тауып отыр екен деген сол кезде сенде уже сенім пайда болады мен де таба аламын деген сияқты дәл осы сұрақты мен сізге қойғым келген еді адам тұрады шынымен істейтін заттары көп бағанағыда ақылдылар білімділер көп та и тауып жатыр ақша там бірінші 100 мың бірінші миллион табады бірақ x2 қалай істейді бір калибрін қалай үлкейтеді именно осы мышлениеда калибрін үлкейтуге основной факторларды айтыңызшы деп сұрайын деген потому что сіз именно осы сұраққа четко жауап бердіңіз білдім да осы значит один из факторов это орта ма қараңыз мысалы мен 2016 жылы түсіндім да 4 жыл ма бизнес жасадық и бір деңгейге тұрып қала беремін жобаларды бастаймын и жобаларым бір деңгейде тұрып қала береді да 2016 жылы 2012-ден бастап 2016-ға дейін жұмыс жасадым сол кездегі 4 жыл бойы сол бір потолок тисе алмай қойдым и сол кезде түсіндім ары қарай өсу үшін саған бір ортаның өте маңызды екенін сөйтіп капитал деген клуб құрамыз сол капитал кәсіпкерлер клубында и сол жерде ең бірінші мен нәтиже шығады менен артынша уже біраз уақыттан кейін уже жаңағы Нұрадин деген октагонның иесі одан кейін Құмар Жұмахан жаңағы автомода деген жобамен өйстіп кетті бірінен кейін бірі ше и одан кейін мен Шонбай бизнес клубқа кірдім Шонбайдағы жаңағы қасымызда жүрген кәсіпкерлермен қазір қарасам басында енді әрқайсымыз әртүрлі болып келдік қой біреу аз табады біреу енді бизнес бастап жатқан еді қазір қарасам почти бәріміз бір деңгейдеміз ғой и бәрінде өсім бар бәрінде өсім бар и бәрі бір деңгейде қызық та и мен соны түсіндім да тағы бір жаңа клубқа кіріп алдым мына модель түсінді яғни ол сен үнемі барып менен орта и ана жерге барған кезде бір өзіңді бір әлсіз сезінетін жер керек та өйткені енді мен бірнеше клубтан өсіп уже істедім ғой значит мына модель түсіндім жаңағыдай нәтиже береді екен сөйтіп даму деген клубқа кірдім қазір даму деген Қазақстандағы мынау оптовый кәсіпкерлер оптом айналысатын Сырымбек Тау солардың қатарында одан кейін жаңағы Абдулқасым деген қазір жігіт бар одан кейін Думан деген ағаларымыз бар мысалы біреу жаңағы керамикадан ламинаттан біреу оптовик біреу андайдан оптовик деген производствоға барып салып жаттыңыз Абдулқасым деген жігіт мысалы 25 миллиард қазір не ашып жатқан завод ашып жатқан жігіт ғой и аналарды көресің да басында өзіңді сорлы сезінесің да бірақ анау ол сезім сен андай ғой біреудің мықты екенін көріп өшіп қалу емес а біз өмір бақи конкуренцияға үйренген адамбыз ғой кәсіпкерлер и сенде ана басталады мен де қазір шабамын деген қызық болып бастайды ғой өмірің қызық бола бастайды біздің көбімізде мысалы сол ғой
дамаймын деген адамдарға мысалы өңірлерде сіздерге көп жазады ғой. Қарасаң енді былай істесем қалай болады, анау істесем қалай болады. Егер ортаң болмаса сен онда өзіңді қинағанда не пайда? Анау күшті кітап бар, сила воли не работает деген. Сила воли ол примерно 2 апта ғана жететін дүние ғой негізі. Ол басына деп бір от алып алғанға ары қарай уже ортаң болмаса дейді сен мысалы сен егер азғың келсе дейді да, ең бірінші үйіңдегі дұрыс емес тамақтың бәрін лақтырып таста бірінші дейді. Неправильно питание деген жаңағы сені семіртетін иә, ортаңды бірінші реттеп алшы, тазалап алшы. Вот содан кейін барып уже оған өз, яғни мен былай ойладым да, дамымауға мүмкін болмайтындай жағдай тудырып тастау да ортаңда ше. Дамымайтын адамдардың бәрін алып тастасаң, дамитындар қалады, сен автомат түрде дамисың да. Яғни артық нәрседен құтылу деген нәрсе ғой. Именно сол дамуды таңдағаныңыз қазіргі проекттеріңізге байланысты таңдадыңыз иә? Иә, мен ол кезде енді товарный бизнеске кіріп жаттым ғой. Менде товарның бизнесте тәжірибе қатты болмады ғой. Біз қанша жылдан бері инфобизнесте жүрдік, услуга, өзім бокс клубында услуга болды, андай бәрі услуга саласында товарға бір тәжірибе болмады. Екінші сол да әсер етті, бірақ ана жердегі шынымен мықты азаматтар бар, мықты кәсіпкерлер бар. 5 миллиардқа завод деген үлкен керемет деңгей ғой. Ол жердегі жаңағы жылына 10 миллиард, 15 миллиард оборот жасатқан жігіттерді көресің да. Сәл үндемей отыра бересің. Пока үндемейміз. Тыңдап отырасың тек қана. Тыңдап духа алған жерде мотивация именно товарка жағынан. Қалай енді ойлар келіп жатыр ма производство жағына көшуге, қазір оптовый жағын істеп жатсың. Онда ғой, ол ертелі-кеш сен саудаң күшейіп, саудаң мықты болған сайын сен ертелі-кеш соған барасың. Сол жол соңында соған өндіріске барасың. Өйткені сен товарды тасып біраз уақыттан кейін саған уже Қытайдан товар әкелген тиімсіз болып қалады. Логистикасы қазір барған сайын қымбаттап жатыр мысалы. Ол жақтың жаңағы нелер көбейеді. Не істейсің сен? Соның бәрін алып тастау үшін Қазақстанда хотя басында мысалы жаңағы Абдулхасын мырза қалай істеген, басында өзі алғанда жай ғана магазиннен бастаған. Магазиннен кейін уже біраз көтеріліп уже магазиндерге уже товар бере бастаған. Керамика бар ма? Жоқ. Мықты. Жаңағы жоқ, Абдулхасым кім ғой? Жаңағы не бытовой техника. Газ анау шығаратын. Крупный бытовой. Басында и жаңағы газ шығарады, холодильник шығарады, қазір барлығын өздері шығарады. Өзінің производствосын септесі. Завод соныкі. Производство Қытайда, мына жақта бренд па или? Жоқ, производство жерде Алматы облысында. Алматы облысында өздері үлкен газ плиталар шығарады, жаңаша Даушыр деген. Даушыр деген немецкий бренд алып алған, бірақ өздері производство. И басында олар шетелден әкеле бастайды, Қытайдан, Түркиядан ше. И уже аналар алып келу уже андай да, давайдан айтып бетіп целиком алып келу тиімсіз да, қанша ауа алып қалады ғой. И не істейді, давай онда хотя бы бөлек жіберіңдер, запчасть қылып жіберіңдер, біз оны жақта жинаймыз дейді. Сборкадан басталады. И біраз уақыттан кейін енді давай ары қарай. Енді сборкадан емес, енді бір хотя бы деталін шығара бастайық дейді. Сөйтіп қазір уже Алла қаласа уже 90% жеткіземіз деп отыр ғой. Сол брендтің атымен шығарып жатыр әлде де. Иә. Шетелдік жаңа немецкий бренд сатып алған да. Ошол деген бренд бірақ Қазақстан шығарады. Бұндай темппен жай өзінің опыт жинап, өз брендін ұрып жасап алады. Бір технологияны үйреніп алса, кейбір понятно там, кейбір заттарда заводта дайындап жібереді да. Соны может. Қытайдың логика сондай ғой, бір брендтарды өздері шығарады, потом бардан ноунейм брендтер шығара береді өздері, соканы бірдеңе деп қойып. Иә. Ішін өзгерте салады, атын өзгертеді, түсін өзгертеді, болмаса болды. 90% кейін шығарып бастап. Сол үшін любой сауданың соңы негізі өндіріске алып келеді. Мысалы мен жаңағы дамудағы да біраз кісілерді қараймын ғой. Үлкен оптовиктер қазір ойлардың бәрі сол. Қалай производство ашса, қалай ашуға деп. Еще мынандай ғой, сен біраз уақыттан кейін саған уже товар таси берген қатты қызықтамай қалады. Бірден өзің жасаған келеді. Новый нәрсе көрген. Еще халық саған тисе бастайды. Қазақстанда ғой. Өндірмейсің, ақшаң көп болса. Өндіріс ашпайсыңдар ма, ақша таба бересіңдер. Елді ойламайсыңдар ма деген сияқты. Саған уже итермелеп бастырып жібереді сен. Ладно, таңертең бүгін бір кездесу болды да. Тоже Wildberriesте Amazonда сатып жүрген жігіттер. И олар алып Wildberries пен Каспий екеуін қосқанда айына 140 миллион, бір айда 140 миллион сауда істеп жатыр. Олар да Қытайдан әкеліп жатыр товарын бәрін. И партнер жігіт потом айтады, қазір курсқа кіріп жатыр. Мен сұрақ қоямын, обороттар үлкен, бірақ курсқа кіріп жатсыңдар. Мен понимаю, там, мен осы курсқа кіру үшін бір какой-то цель надо преследовать, ше. Мысалы мен Instagram жүргізіп бастадым, промотейді дамыту үшін, и оны инфопродукт емес, ол IT-продукт ретінде, венчурка и так далее, осындай қылып дамыту үшін. А вот адам, когда вот үлкен оборот істеп жүреді, бірақ реально курсқа кіретін болса, мен қазір көріп жүрмін, уже маркетинг жағынан қанша вебинардың бәрі күш алып тастайды да, реально күшіңді алып қояды, и олардың дұрыс па дегенде. Мен ойым,
конкретно расфокус, олар айтып Америкаға еще фокус істейміз деп жатыр. И бұлар қазір курс істеп жатыр да. Товаркасын дамыта бермей ма деп па? Неге дамыта бермейді деген ой болады да. Аяздың несін интенсивін алыпты 30 миллион теңгеге, Дубайдан барып өтіп жүр соны. И жігіттер молодец істеп жүр, молодец, бірақ маған әлде де сол под вопросом болып тұр да. 30 миллион өз брендін шығарса болады уже. По сути, да. Но олар там инвестиция алып, товаркасын дамып жатыр, үлкен оборот істейді. Қазір курсқа кіріп жатыр. Менеджер маркетплейс деп үйретіп жатыр да, бастап жатыр. Мәке, сіз товарды да көрген адамсыз, и инфопродукттың өте үлкен дәрежеде істегенсіз. Қалай ойлайсыз? Бұл жерде қандай стратегия? Жалпы дұрыс па? Қандай рисктер бар? Мынаны көбісі ойламайды да, инфобизнесті көбінесе ана компанияның қазір екінші бір қасына бір плюс қоямын деген сияқты. Ол инфобизнес, ол тура кәдімгі кәсіп сияқты, сенен энергия алады, ресурс алады, көп уақытыңды алады, бүкіл нәрсені алатын, яғни бір бизнестің түрі. Сондықтан бұл жерде өте оңай емес. Ол мысалы бара салып қазір нарықта жаңағыдай жарып жіберемін деген сияқты ойлап тұр, қазір ақша қырып тауа беремін. Номер один боламын деп тұр да былайша. Просто инфобизнестің табысы бір бөлек, товарканың табысы бір бөлек. Даже берекесінде басқаша негізі. Байқасаңыздар, инфобизнесте үнемі сен тапқан ақша табу да оңай, жарату да оңай. Ол жақта инфобизнесте ақшаны шашып жүрмесең, көзге түспейсің. Сен уже жаңағыдай өйстіп ақшаны көп жаратпасаң, сен былай айтқан кезде клиент тарта алмайсың. Қызық емессің оларға. Сен үнемі көрсетіп жүру керексің. Успех жаңағыдай жетістігіңді несінші. Ол нені алып келеді? Сен уже былай айтқан кезде жерден көтеріліп кетеді да ақшаның көптігінен. И сен уже сезбей қаласың жерде. И алады да уже лишний көп уәде беру басталады. Қазір өте көп инфобизнесмендер беріп, нарықтан қазір құлап жатыр. Қазір кассовый разрывқа кіріп жатыр, не жатыр. Қайдан келеді? Өйткені инфобизнеске кіргеннен кейін ақша келе бастайды ғой. Ақша келгеннен кейін ойлай бастайды. Йоу, значит, осылай жүре береді дейді. Бір запуск атады, екі запуск атады, болды дейді. Все, мен уже құпиясын түсіндім мұны дейді. И сөйтеді да, сонымен деген ары қарай не істейді? Одан да тағы да күшейтемін деп ойлайды. И уже келесілер уже алдыңғыдай болмайды ғой. Не істейді? Обещание. Бастайды мысалы. Саған андай берем, ананы берем, мынаны қосып берем, ананы бүйтем. Иә, сөйтіп сонымен уже ана уже басындағыдай сатылмағаннан кейін көп бонус кете береді. Ол любой бонустың арты ол ақша ғой. Ол сатқанға шейін қызықта, сатқаннан кейін енді ананы қайтадан беру керек қой. Вот сол кезде басталады проблема. Енді қара, мысалы біздегі ең үлкен проблема кезінде СБС-тегі сол болды ғой. Біз өте көп сата бастадық. Айына 1200 адам өте тоқтамастан мысалы. И адам көбейген сайын сенде не басталады? Сервисің құлайды, уже командаң шаршайды. Одан кейін сен оны бір өзгерістер енгізу қиын болады. И ол негативті күшейтеді клиенттердің тарапынан, возвратты күшейтеді. А ол возврат неге алып келеді? Уже компанияның иесінің состояниесін сүйін алып келеді. Үнемі сенен анау мынау курсың онша емес, ақшамды қайтар, анау мынау дей берген нәрсе сен деген бүкіл состояниең құлатады. Эмоциональный спад. Құлайды. А сенің состояниең құлады деген сөз команданың состояниесі құлайды. Одан кейін уже продажа азаяды. Продажа азайғаннан кейін уже сен не істейсің? Үлкен команда жинап қойғансың ғой жаңағы. Үлкен оборотқа. А ол адамдарды бірден шығара алмайсың. Сен білмейсің қанша уақыттағы саған әлі наплавы тұру керек екенін. И сен уже спадқа кеттің да мысалы. И уже қарызға уже кассовый разрыв басталады. Ананың уже зарплатаны төлеу қиындай бастайды. Сен ойлайсың қазір кішкене қалды, қайтадан мен бір-екі запуск қайтадан атады деп команданы жібермейсің, ұстап тұруға тырысасың. Оны любой команданы ұстап тұру ақша ғой. Сөйтіп осылай кассовый разрывқа кіріп кетесің да. И одан кейін шыға алмай қалады көбісі, мен балотаға батып кетеді. И қазір көбісін көремін мысалы. Енді біз оның бәрін өтіп кеткеннен кейін қарайсың да. И ең қызығы соны айтсаң тыңдамайды. Ол момент тыңдамайды. Қадалғаннан кейін келе ма бірақ? Иә, қадалғаннан кейін. енді келмейді ғой енді кейін. Енді түсінбәкеңдер айтып еді ғой. Деп бір подкастта айтып отыратын шығарсыз. Айтты ғой енді. Дұрыс айтыңыз деп тұрып айтуда ол эгоны жеңіп тұрып айту керек қой ана. Ол үшін біраз тәжірибе керек қой. Сол жерде маңыздысы командадан үлкейтіп алмау сияқты еді негізі. Көп адамды алып қоймау ше. Потому что өткенде мысалы сөйлесіп жатық қой, командасында 600 адам бар, адамдар кәсіпкерлер айтады тоже. Команданы развивать етпеңдер дейді да. Көп адам жинаңдар. Бізде мысалы 25-30 адам максимально стараться етеді сол адамдармен бүкіл нәрсені істеуге ше, чтобы артық адам алмауға. Команданы үлкейтпеу керек. Траталарды основательдік кәсіпкерлерге ақшаның бәрін бермеу керек. Мысалы мен егер сол қазіргі қуып жүрген инфобизнесмендерді айтқан ақылын тыңдамайды ғой. Бір ғана жол бар. Ол тыңдайтындай бір адам айту керек оны. Немесе аның ақшасын алып қою керек. Бірден бір жол ғана. Себебі ол қазір адам ақша кеп тұрған кезде ақшаны ұстауды вообще білмейді ол адам.
өйткені ол эмоционально өте подъемда тұр да, и ол ақша таба аламын деген кәдімгідей баста сенімді тұра тұрады. Самоуверенность уверенностьтің, сенімділіктің деңгейі өте жоғары болады, и сен оны түсіндіре алмайсың, сен оны қанша айтсаң да. Ол өзі бір дұрыс жасап жатырмын деген ойда бола береді мысалы. Бұл жағдайда сол үшін мен айтамын ғой жаңағы, үй бәріміз енді бірденнен көп клиент болған қалаймыз, көп ақша тапқымыз келеді. Көп клиент көп ақшаға дайын болу керек негізі. Егер сен оған дайындықсыз келіп қалсаң, ол ұзақ болмайды. Біраз уақыттан кейін қадаласың барып. Сервис, команда бар. Дайын екеніңді қалай білесің осы жерде? Дайын екеніңді қалай білесің ондай объемға? Опыты барлармен ақылдасу керек, көп сөйлесу керек. Менторларың болу керек. Мысалы, сенің жаңа системаңды не істейтін, масштабқа шығуға дайын емес дейтін ше. Көрсете алатын. И масштабқа шығудың өзінің дайындық кезеңдері бар ғой. Бизнес процестерің, командаң бәрі не істелінген ба, финанс дұрыс қойылған ба. Біз ана финансты қоймай тұрамыз да масштабқа шығып кетеміз ғой. И уже масштабқа шығып кеткеннен кейін ақша деген вроде аз-аз ан жақтан кетіп отқан сияқты, а бірақ цифрға қарасаң, кейін дұрыстап қарасаң өте көп артық шығындар көбейіп кеткенін көресің. Сондықтан оған бәріне жаңа цифрға бәріне алдына дайындалып отыру керек та. Сондықтан мен қазір уже мынандай ғой, неше жылдан бері нарықты бірнеше рет жардық қой мысалшы. Көтерілдік, түстік. Уже маған уже қазір ондай не қызық емес уже қазір. Қазір постепенно. Жай көтерілу, тұрақтылық, иә. Соған жаңадан резкий тез байып кету, кеше байып кету деген. Шаршадық уже. Қазір как раз сол туралы айтып жүрсіз ғой өзіңіз, асықпау, slow life деген темаларды. Соған келдік қой, өмір деген жақсылап шапалақ мұрады екен ғой. Бәрін түсіндім құпиясын деген кезіңді жақсылап тұрып сен. Енді есіңде Мәке сізбен отырып бірте хани-ханида отырып есіңде завтрак ішкен едік қой. Курс деген жоқ, лучше товаркамен айналысып, осымен айналыс дегенде. Сіз айтқаныңыз әлі есімде сақтап қалдым. Зачем саған курс? Алды товарка. Сол сөзді мен тыңдадым, сөйтіп. Потом бір продюсермен бастаған курсы. Деп айтпайын, бастадық. Потом бармай Инстаграмды алып жүргізді, бірінке алып, мен достықтарымды алып, сторис алып, маме вообще үйренбеймін, видео түсір дейді. Сторис түсіремін, 64 дубль түсіремін, бір сторис түсіруге 15 секунд видеоға 64 дубль. Елки, осындай болу керек пе, сондай деп. Ондай болса рахмет деп бастадым, аналармен бір жұмыс бастап қойдық. Ладно, осы запуск істейік те, бітірейікші деп. Сөйтіп, там рекламасын есім шығып кетті, біраз ақша берді, кетті. И 3 продажа істедік. 3 продажаны екеуімен танысым. Біреу менде кофейняда жұмыс істеген, бұрын кофейня айналысқан кезде. Дәле сізді білем, сіз жұмыс істеген, сізге проектіңізді сенемін, алам деді. Екінші тоже сондай адам танысым. Үшіншісі сатып алған. Білем, бір Астанада бір қыз. Одан кейін үшеуін сатып алдым, ана кісілерін санап бердім расчетін. Үшеуін үйреттім, курс что-то. Рахмет айналайындар дедім де, өзінің команда ана жақта уже істеп жүрді ғой, который кешірімді что-то мен аппликация етіп кеттім мына жақ Инстаграмға деп ше. И барып ары қарай допиливать істей бердім. Өзімен промотей болған еді, бірақ промотей емес еді аты ше. Бір автоматизациямен сөйтіп істеп жатқан едік. Кейіннен барып бағана идея келді. Нұрекеңмен таныстық қой. Сол үшін мен сізге айтып тұрмын да, андай СБС-тің командасы маған көмектесті ол жерде. И сіз де бағана айтып қалдыңыз ғой, лучше товарка ор деп. Сол үшін ғой. Промотей платформа, маркетплейс қылып жасап жатырмыз. Товарка ор отырып па сөйтіп ше, уже IT жағынан. Атындарға берекесімен. Сіздің досыңызға мысалы просто осы уақытқа нарықтағы и бизнесті, и инфобизнесті қатар алып жүрген кім бар? И бизнесті, и инфобизнесті. И инфобизнесті. Товарка жағынан ба? Любой. Марғұлан аға есіме түсірді ма? Марғұлан аға инвестор сияқты больше. Прям мынандай кімде есіме ешкім түспей жатыр. Мен де Россияның өзін танисыңдар ма, білесіңдер ме Россияның өзін? Ешкім өзі жазған жоқ. Лев Шевченко вроде там бірінке деп істейді, но хотя мүмкін емес. Өте қиын. Екеуін бірге алу, ол өте қиын. Не болу үшін. 5 проектіні жауып тастадым промотейді бастағаннан кейін. 5-еуі де прибыль әкеп тұрған проект. Точнее, соның 5-еуін сатып жібердім. И промотейді құйып жібердім. Сатып тастадым, сөйтіп соған жасап. Қалай отыр? Қиын екен да, совмещать етуді түсіндім. Аллаға шүкір, промотей сөйтіп. Біздегілер инфобизнес просто бизнесте ойламайды ғой, там аласың, сатасың, и все, там алатын, сатып алады да өздері оқи береді, жүре бересің, жұмыс жоқ деп ойлайды. На самом деле, о-моё, дофига жұмыс бар жанында.
оқытасың, ол еще сен оқытсаң да сен андай жерде ырзалығын алу қиын ғой адамдардың. Саған бәрібір хейт айтады, бәрібір жамандайды. Адамдармен жұмыс істегеннен кейін ол эмоциональный спад қой андай біресе көтереді, біресе түсіреді. Кешеде болса неше түрлі клиенттер болады ғой. Иә. Білмей жатып сразу істей салады. Бизнестің бәрінде де бар, иә. Тек қана бұл жерде инфобизнестен де әлі біздің аудитория оған үйренбеген ғой. Курстар алу, курстың алғаннан кейін жаңағы мысалы біз қай бір жылы ана не жасадық подписка бойынша. Вакцинаны. Айына 10 мың теңге, 41 теңге курс. И подписка жасайсың, карточкасынан төлейді, и келесі ай тағы да алып отырады ғой қарғаныңыз. Ал ренжіп қалды халық. Адамдар ренжіп жаңағыдай ақшамды қайтарыңдар, анау мынау деп. Енді сен мысалы Netflix-қа жаңағыдай америкалық бірдеңелерге жаңағыдай Spotify-ға подпискаға келесі айда ұстап отырады ғой мысалы. Иә, дәл өзі. Сен оған Америкаға хабарласа алмайсың ғой мысалы. Жазасың электронды поштаға ақшамды қайтар деп айтатын болсаң қайтармайды ғой саған. И сол кезде біз түсіндік та әлі аудитория оған дайын емес екен подписка моделіне деген сияқты. Тура сол сияқты инфобизнеске де әлі дайын емес көп аудитория, өйткені мысалы жауапкершілік. Енді біз енді көріп отырсыздар ғой. Пирамида ақшасын салып тастайды да мемлекетті кінәлайды мысалы да, ананың үйтіндер бүйтіндер деген сияқты. Кеше ана кім Алматының әкімі де ренжіп жатыр ғой ана дольщиктарға. Иә. Үй алған кезде менен сұрадыңдар ма деп. Сол сияқты жаңағы бізде біреу үй алып алады бір компаниялардан сенімсіз. Одан кейін менің проблемамды шешіп берсе, әкім қайда қарап отыр деп. Сол сияқты бұл жерде жаңағыдай білмеймін пока мен бір жауапкершілік алу ғой былайша қарағанда. Адамдарға ең қиын нәрсе. Қоғам оған бір дайын болып келу керек деп ойлаймын. Өзгерістер байқап жатсыз ба? Өзгерістер келеді. Түсінік более четкий. Басындағылар номер 1-дер, енді бастағандар таяжитті таяқтың бәрін. Одан кейін желание сумай қалады деген сияқты. Былай ғой бұл жерде енді өте көп адам алғысын білдіреді. Өте көп адам рахмет, жаңағыдай әсер еттіңіздер, қаншама маркетолог шығардыңыздар нарықта деп. Енді біздің енді ең соңғы жоба бизнес үйрету болған жоқ қой точно мысалы. Біз мамандар үйретеміз дедік мысалы. Интернет мамандарды үйреттік. Мысалы, яғни сен басқа жерде универге барып 4 жыл оқисың мысалы. Қазір уже универдің өзі 1 миллион шамасында средний мысалы. 4 жыл 4 миллион теңге төлейсің. Это мамандықпен істемейді жоқ. Қаншасы мамандықпен істейді мысалы да? 80% ма қаншасы шығып кетіп басқа мамандықта жүреді. Соның өзінде мысалы бірақ әлі универге бірақ үндемейді. Сол хейт жоқ вообще. Даже ақша беріп түседі, пара беріп жүреді, бірақ сонда ештеңе айтпайды ғой. Неге ақша береді ана жерде мысалы? Мысалы универде ол да инфобизнес қой. Конечно. Инфобизнестің ең баяғыдан келе жатқан түрі ғой. Заңды түрі. Мемлекетпен бірге істейтін. 4 жыл оқиды, мына жерде сен 3 ай оқисың, одан кейін ары қарай уже сразу көрінеді ғой мысалы 3 айда сенің балаңнан бірдеңе шыға ма шықпай ма мысалы. Ол көрсетеді кімнің кім екенін. Ана жер сияқты 4 жыл оқып, мен ойлаймын басында адамды бірінші курстар өткізіп алу керек мектеп кезінен. Қайсысынан жақсы болады, содан көріп, содан кейін жіберу керек деп ойлаймын да. Ешкім ренжімейтіндей. Негізі СБС курс біраз адамға көмектесті ғой. Мысалы бізде командадан өзінде біраз адамдар СБС-тан маркетинг айналысатын жігіттердің өзі сол жақта оқыған, бәріміз сол жақтан алдық та. Тем более ол жақта білмеймін ондай курс жоқ шығар әлі, там методикасын кәдімгідей жасаған қаншама адам бір курстың өзінде 180 адам жүрді бір курстың өзінде сол жерде. Былай көрінбегенмен артында қаншама адам азаннан кешке сол жерде жүреді, кураторлар болды. Қасымда көптеген компания кәсіпкерлердің барлығының қызметкерлері СБС-тен. Өз маркетологтар и жаңағы маркетинг өшіп қалған кезде өскен мамандар бар ма, неге шығармай қойдыңыздар, неге жасамай қойдыңыздар, маркетологтар керек еді, анау керек еді, жаңағы СМ маман керек деген сияқты сондай нәрселер көп айтады да. И сол моментте түсінесің да, шынымен нарыққа әлі жетіспей жатқаны ше. Сіздерге мен де өткенде ойланып отырмын. Ең өткенде осы сфераға кірген кезде де ше. Стористарын көресің, адамдарды уже маркетолог деп жазып қояды, анау деп жазып қояды. И сұрайсың, сөйлесесің. СБС тоқан. Сол үшін сіздерге алғыс негізінде шынымен де қанша мамандар дайындадыңыздар. И потом хейт деген кезде мен түсінбеймін, не үшін хейт болады дегенде. Өйткені адам бәрібір де ана жерде ақша төледі, хорошо, но білім алдың сен. Табыс табу таппау ол сенің әрекетіңе қарай ғой. Бірақ сен білім алдың, санаңды жоғарылаттың, по сути үйреніп алдың қаншалықтарды. СМО балады сүйер, ол ақша. Мысалы бұл жерде мына нәрсе қатты күшейтті. Рассрочка. Именно кәсіби рассрочка қатты бере бастады. Курстарға қосқан кезде дайын емес аудитория келе бастады. Бұрын мысалы рассрочкаға дейін аудитория қалай келетін курсқа.
олар ақшасын жинайды, біреуден барып сөйлесіп қарыз алады, жауапкершілік алады, мысалы үшін ойланады. А мына жерде уже банк саған алдын ала беріп жатыр ғой. Уже ойланбай шешім қабылдайды. Көп адам уже мүмкіндік беріп жіберді, и не істеді, ол уже дайын емес аудиторияны алып келді да, и сол дайын емес аудитория ойбай мен қателестім, қайтарыңдар ақшаны деп жаңағыдай шум көп шыға бастады. Өмірінде бірінші рет курсқа келген көп адамдар, мысалы біз үйреттік қой негізі, вообще курсқа барып көрмеген, не істеп көрмеген, олар мысалы салыстырайын десе де нені салыстыратынын білмейді да, мысалы көрмеген болған нәрсені. Кофе ішу мәдениетінің өзі сияқтан үйреніп алды. Кофейня бар еді, келеді адамдар. Кім айтады ғой сол сюжеттердің Бориса Нұржан деген. Келеді, ең бірінші келгендер кофе берші дейді, қандай сүтпен дейді да. Кофенің аттарын біледі дейді. Уже бір апта, 2 аптадан кейін уже латте берші, капучино берші айтып тұрады дейді. Кофе ішу деген мәдениеттің өзі қалыптасты. Ол да бір аншаға қарағанда ол сол беріп ақшасына бір алған нәрсесі ғой, бір мәдениет қалыптастырды өзінде. Сәл цивилизация болды. Оның өзі пайда болған адамдарға негізі. Амазонда мен 2018-де бастадым. Соны оқу үшін ағылшынша оқыдым. Американ курстар тауып алдым, вот соны оқыдым. Российский курстар вообще ұнаған жоқ, бір андай флиппинг, ана жерде арбитраж, ол андай да, бизнес емес, ол активно работа да. Маған бизнес ретінде кереді да, сен істейсің, дамытасың, ары ол жүреді, товар кіргізесің, сол он продается деген ана жерде сен іздеп отыратын сделкалар, ол флиппинг, ол, короче, ұнамайтын модель. Сол үшін Америкадан іздедім мен. И олардың үйретуі вообще басқаша бір материалдар береді, ссылкалар береді, кейбір видеолар бар, и все, ары қарай өзің жасайсың. Никакой куратор деген тема жоқ, ана жер түсіндіру деген тема жоқ. Мен ойымда андай болған, кішкене жоқ, мен бірінші курстарым солай болды да. Кейіннен барып біздің мына жақта курстарды білген кезде куратор болады, ана сұрақ, мына кнопканы басасың дегендей үйретеді да. Шок болдым ше. Шынымен шок болдым. Одан кейін тағы біздің қазақстанский курстар уже көріп бастадым. Кейін қайттан американский бір курс алу керек болды. Сол кездері еще больше байқалды да. Компания ашу керек мысалы ше, мен ойлағам, мынау сервистерге барасың, бүйтесің осындай. Короче, направление берді. Саған андай типті компания керек, все, андай юристтерді мына жақтан табасың деді. Ана сервисқа кіресің, юристтерді өзім таптым, анау істедім, блин дедім ғой. Мынау деген қандай подход разница екен, аспан мен жерде екен. Бірақ ар жақта хейт жоқ. Ар жақта хейт вообще жоқ. Мен біз ана қосқан группаның ішінде ешкім шулау, ана мынау вообще байқаған жоқпын. 11 ма адам болды енді, ол жақтың курсы қымбат болды енді. Біз датау адамдарды бірінші апта дайындық, интернетке дайындық аптасын өткізетінбіз. Электрондық компьютерлік сауаттылық деген сабақ болатын ғой. Электронды почта ашу, электронды почтаның паролін сақтап қою, одан кейін жаңағы нелерге SMM жіберу, жаңа бәрін ойлаңызшы, осындай ақпараттар, компьютерді қалай пайдалану, Excel'ді ашу, Excel'мен қалай жұмыс жасау, бәрін айтқан кезде халықтың сауатын ашумен алысып кетті ғой интернет. Правиланы сұрайды. Видео көріп тұрған платформаға қалай кіру керек деген нәрсені үйретеді ғой. Қалай қолданады. Мына жер Excel'де бас таблица деген мынау, мына жер былай істейсің. Приложениелерге былай тіркелесің, карточкаңмен былай төлейсің. Оның бәрі сабыр. Өз датау 1,5 жыл қатты жұмыс жасадық, шаршап біттік қой датау. Анау шаршағандайдан ғой, біраз уақыттан кейін андай істеп жатсың, жасап жатсың, и көп адам негатив бола бергеннен кейін, жаңа түсінбегеннен кейін не үшін істеп жатырмын дейсің да. Құндылығың не керек? Орын мен барып қазір бір товар сатсам да нормально табамын ғой, мысалшы. Барып басқа бизнес істесем де үндемей-ақ, халықпен былай тығыз жұмыс жасамай-ақ. И сол уақытта өзіміз кәдімгідей өртеніп кетесің кәдімгідей. Түсінікті. Бұл уже адамдардың менталитетіне байланысты ғой негізі, халықтың, иә. Америкада осында вообще басқаша, мысалы Америка көргенсіздер ғой, Америка көргендер олар алай деген. Ол жақтың менталитеті, адамдар вообще. Сіз осы жайлы айтып беріңізші, мысалы сіздер Тони Робинсонға, иә, мысалы барып сөйткен кездер. Рассел Брэнсонға бардыңыздар осылай. Ол жерде Тони Робинс болды. Иә, екеуі де болды. Мысалы хейт байқадыңыз ол жақта бар ма ондай хейт дегендер? Мысалы ол жақта ол енді бұл сала өте ұзақтан бері, бұрыннан бері келіп жатқан ғой. Кәдімгідей былай айтқан кезде бағытталған, енді арасында енді бар ғой, ол әр елде болады несі бойынша, бірақ ол уже нормально қарайды. Одан кейін мысалы продажа, мысалы курсқа келесің, ойла, мысалы біз ақша төлеп барамыз ба, мысалы үлкен тренинг 5 күндік, мысалы үлкен 5 күндік конференция болады, 5 күндік конференцияда тағы да сатады да саған, еще төлеп барып жатсың $1000 іздеп билетін алып ше, тағы саған сатады, мысалы мынандай өнім бар дейді. И ана жерде отырасың, бір уақытта қарасаң адамдар тұрады да жүгіреді ғой ана жаққа қарай, кім бірінші үлгереді деп жаңағы. Иә, артына көп адамдар көп қояды. 5000 адамдық
толпадан бір 2500 адам жүгірген жаман көрінеді. Зал деген ана жерде. И оларда андай отырады. Бол, давай, Расыл, сатсай деп ше. Олар клиент өздері сұрайды ғой сатты. Иә, жаңа келіп жатады, анау қыздырып жатыр, ана айтып жатыр, өнімін айтып жатыр. Расыл, босай, оферді айтсай деп зал деген ше. Өйткені біліп отыр қазір, именно ана тренингте қазір мықты офермен сатылатын ше. Бонустармен, нелермен ше. Сөйтеді, давай, сатсай дейді. Біздің тренингтерде уже сатқандай басталса болды. Бүгін сатасыңдар ма деп. Еще тегін тренингқа келіп айтамын ба? Сендер бекер жинаған жоқсың, сатайын деп жатсыңдар сендер. Сатайын деп жатсыңдар сендер деп сөйтіп. Подвох іздеп отырады. Иә, өзінесі бойынша. сөйтіп айтып келеді. И ана жақта ол нормальный нәрсе, яғни ол білім ақша тұру керек деген. Мысалы мынандай қазір халық, мен ойлаймын да, қазір жылап жатыр ғой негізі 10 000 теңгелік курстар андай мындай деп ше. Қадалу керек негізі. 10 000 теңгелікке де қадалу керек, арзан курстардан ана таяқ жеу керек ше халық ше. Кейін сапалы и қымбат курстардың қадірін түсінеді. Вот. Оны өтпегенше тема. Оның қадірін түсінбейді. Сондықтан пока бізге тыныш отыра тұру керек. Барып арзан курстарға барыңдар, барып көріңдер оны, біраз соның жемісін көріңдер. Сосын айтады кезінде курстар күшті. Содан кейін бізге кейін біздің қадірін түсінесіңдер. Сатсай деп келе ма өздері. Өзге бе. Курстарды ал, қадал, и потом біздің качественный курсын қадірін түсінесің. Тема по идее. Сол нәрсемен де мысалы. Оларда Расылдан алдық қой да қосымша өнімдерді. Мені сілтемесі, мені видеолар, все қарай бер, жаңа сіз көргендей сияқты ғой. Қарай бер. Ешкім хабарласпайды саған, мысалы. Артынан жаңағыдай звондап. Біздікінде датындай еді ғой, мысалы, кураторлар звондап, өтсеңіз сабақты орындамадыңыз ғой бүгін деп несі бойынша. Жаза бермеш маған, хабарласа бермеш деп ше. Өзім қалаған уақытында өтем деп осылай ұрысып жібереді жаңа ше. Кураторлар жарайды деп несі бойынша. Өйткені куратордың жұмысы оның соңына шейін апару ғой, өйткені куратор сол үшін ақша алады. И ол ертең соңына шейін жеткізе алмаса ана адамды, оған минус, айлығынан қысқарады, несі ғой, соған байланып қойған KPI. И осы моментте олар жаңағыдай клиенттер деген ренжиді өзі. Енді біздің система, енді мектеп болсын барлығы соған үнемі артыңнан қолап отыруға бағытталған да. Самообучение деген аз. Оқы, үйт, бүйтсүйш деп ше. Қорқытып оқытып істеп. Әкешің айтып берем. Соны рожпен алып. Ертең әкең шақырады. Келесіне өткізбеймін деген сияқты. Сол модель жақсы өтеді. И біз сол модельді ең бірінші қолдандық қой. Ең былай айтқан кезде Қазақстандағы жаңағыдай жесткий курс болды ғой, қатал курстардың бірі болды мысалы. Жылайтын мысалы, емтиханнан өте алмай, кәдімгі біледі ғой нұрекеңдер, кәдімгі емтиханнан өте алмастан жылап, жаңағы қорқып емтиханға кіретін кезде. Емтихан қабылдаған кезде адамдар келеді, бүйтіп қол дірілдеп тұрады, кәдімгі бүйтіп янтарды баса алмайды адам. Емтихан болды ма сонда? Ол емтихан өтпесең өте алмасаң келесі екінші айға өте алмайсың. Бәрі андай система ғой нетін. Ананың барлығын емтихан қабылдайсың, неше түрлі келеді, мысалы түсінгені бар, түсінбеген, біреу сені алдайды, мынанша ден. Сендердің студенттерің сендер айтып отқанда көп ақша таппайды дейді да. Олардың көрсетіп отқаны өтірік дейді. Мен қайдан табамын, мен өтірік емес екен ше. Менде 500 студент бар, мен карточкасын көрсетеді, карточкасында ақша тұр. Қалай түскендерін көрсетіп тұр, несімен ше. И ол сендер жаңа емтиханнан өту үшін алдайды дейді, мысалы ше. Енді алдай ма алдамай, енді ары қарай өзі ғой, мен оны қалай енді есептеймін ол жағын. Карточкасында тұр, мынадан жіберді деп айтып тұр, мына кісі жіберді деп, мүмкін досынан алға салған шығар уақытша, мүмкін не болған шығар, білмейсің ғой. Бірақ бізге конкретно олар келіп дәлелдеу керек, кәсіби несін көрсету керек. Содан кейін барып қана өтеді. Америка туралы айтып беріңізші осы кезде, как раз. Қандай болды Америка туралы? Өзіңіздің барған кезіңізде мотивация виза алмай жүргендерге. Виза алмай Американы армандап жүргендерге ма? Америкаға барғысы келіп. Енді біз маркетинг саласы, бизнес саласы болған екен, енді өмір бойы андай Американ кітаптарын көп оқыдық қой, маркетинг бойынша, не бойынша. И сен сол немен өсесің де. Мынандай компаниялар бар екен. И жаңа кішкентай кезімізден жаңа Один домалар болсын, Арнольд Шварценеггер болсын, бәрін американский киноларды көріп өсесің. И ана культураға сен мәдениетке міндетті түрде бауыр басып қаласың. И сен барып жаңағыдай Америкаға барып, ең бірінші Нью-Йоркқа бардық қой жаңағы. Міндетті түрде орталық парктың алдынан сол қонақ үйден алып бат болса да жаңағы паркқа көрініп тұру керек депші. Ана Кевиндер жүгірген деп. Один домада ананы көрген денең тітіркенеді, не істейді. Өте керемет сезім. Міндетті түрде бару керек, Американы көру керек, бизнес модельдерін көру керек.
кәдімгідей қалай компаниялардың дамып жатқанын көру керек. Көп нәрсенің жеңілдетілгенін, не істегенін, иә, саған көп идея келеді. Былай істеуге болады екен, былай істеуге, біз мына жерін қиындатып тастаптық қой деген сияқты. Сөйтіп ол кәдімгідей мықты. Ол жақ көру керек, бірақ елге келіп қайтадан сол алған біліміңді, алған идеяларын қолдану керек. Біз тез дамимыз, өсеміз. Это факт. Америкаға барсаң, по-любому идея алып келесің. Европаны білмеймін. Бардым өткенде идея көп алдым деп айта алмаймын. Зарфта қалып қойған, біз үйретіп кеттік десе. Біз үйретіп кеткен жерде. Европа ол жаңағы slow life-тың несі моделі ғой негізі. Олар ол жаңағыдай неден өтіп кеткен, олар мысалы американдық нелер ұнатпайды ғой. Сендер американдықтар дейді жаңағы көп сатасыңдар. Сендерде маркетинг көп, сендердің ойларың бәрі ақша деп жек көреді американский нелерді. Олар сол үшін мүмкіндігінше андай дүниесін қатты көрсеткісі келмейді. Сондай өмір таңдалған, асықпайды. Яғни мысалы Испанияның өзінде көрдіңіздер ғой мысалы. Жайбасар мысалы. 3 күн жұмыс істейді да 4 күн демалады. Таңертең вино қалаған уақытында отырып алып. Магазин рәбитке жабылады прикинь десе. Таңертең виноны алып. Сондай тема кетеді. Сол үшін олар ұнатпайды, ал Америкада ол кішкене біздікі суета ғой яқта. Иә, движение ғой. Ары бері көп шапқылап жүрген халық. Әртүрлі жаңағы модель, әртүрлі халық. Сол жерде міндетті түрде сен өзіңе қажет нәрсесін алып кетесің да өзіңе. Менде тұрып Америка бардым, Чикагодан түстім. Вау болды андай эффект бірінші тура Маккенсіз айтқандай нақты Кевиндер жүгірген деп Кевин Чикагода ғой еще вау дедім анам бәрін көріп ана Трамптың зданиясы мен оның кітабын оқығанда ана Трамптың зданиясы тендер отап мынандай тендерші кісі ол президент емес еді ол кезде сөйтіп жүрдім и 3 айда work and travel'ға барып мен 8 жерде жұмыс істеп шықтым 8-інде 8 түрлі должность әрқайсысын істеп өте көп опыт алдым шынымен қанша идея келді мысалы мынандай идея келді обычно попкорн бар ғой кинотеатрда сататын бізде сладкий вкус бар и соленый бар и мен бір магазинге кіріп қалдым 100 түрлі вкусы бар попкорн фабрика деп аталады и мәссаған мынаған қарайсың апельсиновый начос арбузбен там мексиканский колбасамен попкорндар колбасаның вкусымен попкорндар бар екен сондай да бар мен анам бәрін көрем елки қандай керемет мен жұмысқа алыңдаршы дедім жұмысқа 3 рет бардым алмай қойды үшеуінде де ше мен барып үйреніп алғым келді анам бәрін өйткені мен қанша жерге 8 жердің бәрінде біреу официант болдым біреуінде постоянно қалған жердің бәрінде андай 1 апта 2 апта істеп шығып кетіп жүрдім да бір ай ше гольф клубта максимум опыт жинау болды да попкорн алмай қойды мен елки соны үйреніп алғым келген еді да бірақ кофейнясын көріп келіп кофейня аштым сол дальнобойщик болдым 3 күн рахмет дедім біздің Сергей деген жігіт алматынікі ол өз бизнесін істеп алған фурасы бар 2 фурасы бар керемет ақша тауып жатыр екен вот қазір жазып тұрады қазір вообще үлкейіп кеткен екен вот короче сондай болды да Америкаға барасың идея аласың это факт екен шынымен де Америка негізі өте көп саяхаттау керек көп саяхаттау керек көп шығу керек жастарға біріншіден еліңнің қадірін түсінесің Қазақстанның көп Қазақстан жамандайтында шетелге жіберу керек қой негізі кәдімгідей қадірін түсініп келеді екінші сағынып келесің ғой иә еліңде мүмкіндіктің көп екенін түсінесің Қазақстанда өйткені бізде әлі көп мысалы дамымаған мүмкіндік деген жетеді соны түсінесің ана жерде деген сияқты көзің ашылады и одан кейінгісі өзіміздің халқымыздың мәдениеті мысалы даже біздің кейде бар ғой қатты дамымағанымыз дұрыс болған негізі өйткені біз қазақилық сақтай алғанбыз да көп ұлттар жоғалтып алған негізі өздеріміз біздің иә өзіміздің мысалы ауыл жаңағы әлемдік жаңағы глобализация дамуымен көп нәрсені жоғалтып жатыр ұлттар ал біз соны сақтай алғанымыз и плюсын түсінесің да мысалы арзаншылық біздегі еліміздегі көптеген бензиннің арзандығы жаңағы анау тамақтардың әлі табиғи екенін искусственный емес екенін осылардың бәрін түсініп уф дейсің мысалы Америкаға барасың жақсы даму жақсы компаниялар идея жақсы бірақ енді әртүрлі ұлт тұрады ана жерде өзің бір нақты ұлты жоқ ана жерде мысалы да сен өз мысалы өзің еліңдегідей бәріден жетпейді мысалы 2 аптадан кейін уже Мейрамбектің өлеңдерін тыңдасаң ел сағынып жүрегіңе деген бір құрсын болды Америкада рахмет идея алдық сол үшін жылына жаңағыдай 1 рет барамыз барып 10 күн жүріп қайтамыз болды жетеді жоспарлап міндетті түрде бірақ барып тұру керек Японияға бару керек Америкаға бару керек Европа бару керек көру керек олардың барлығын көрген кезде мысалы біз өткен жылы алдықта мотоцикл сезон әдейі ұзаққа жүретін мотоцикл Өзбекстанды бір аралап келдік Россияға бардық Грузияны көрдік Түркияны көрдік мысалы ше 4 елді бір жылда жаңағыдай 3 ай қыдыруымыз өтті ғой и сол кезде түсінесің да мысалы
Қазақстанға деген құрмет көрші елдерде өте жоғары, біріншіден. Екіншіден, мысалы Ресейдегі мына чешендердің бізді қатты қалай жақсы көретінін уже жүрсең түсініп отырсың ғой, сенің вообще қатысың жоқ саған деген махаббат ше, сенің ата бабаң үшін ғана жақсы көріп жатыр сен. Кезінде ата бабамыз көмектесті оларға. Қалай тірі алып қалуына несіне ше. Ана жердегі махаббатын көресің, мысалы грузиндер мысалы орысша сөйлесең басын жауап бермейді саған. Қазақстан десең жауап береді. А бірақ орыстар жек көреді мысалы. Ал Түркияны барып көресің, мына шығыс жақтар Түркияның, енді Стамбул жақсы, несі жақсы, бірақ халқы әбіршіп кеткен мысалы ауыл жерлердегі ше. Үйлер жоқ, бір шалаштарда тұратын үйлері бар, сондай. Сондықтан ол әр нәрсені көрген сайын сенің шүкіршілігің артады. Мүмкіндіктің бар екенін түсінесің. Көзің кәдімгідей ашылады. Сондықтан саяхаттау керек. Сен саяхатта кәдімгідей Алланың шеберлігін көресің да. Неше түрлі осылай жаратты, қалай бұл мүмкін деген сияқты ананы ше, әдемілікті ше. Суында көресің, орманында көресің, тауында көресің, сайында көресің. Ол адам міндетті түрде күшейтеді. Аз енді ойлайды ғой, барған сайын енді саяхат қымбат деген сияқты ше. Ол қазір неше түрлі жол шығып кетті ғой қазір. Алдын ертерек алсаң арзанда баруға да болады, неге да баруға болады. Дубайға 25 мың теңгемен баруға болады мысалы ше. Қазір Абу Даби қазір лоукостерлер ашылды ғой. Оны барып көру керек екен. Өйткені мен ең бастап кезеңде есімде мысалы Гонконгқа ақша жоқ болып барғанбыз да. Енді бизнес бастаған кезіміз сол ақшаны мағыр бір кішкентай бөлмелерде тұрғанымда ес шығып кеткен жаңағы. Сол кезде андай бір сезіммен кеттім да. Келіп осыдан нормально қонақ үйде тұрамын. Енді бір обида қалып кеткен. Сол кезде бір ана Метрополитен деген онша емес қонақ үйдің өзі бір керемет болып көрінді да, бір Ритц Карлтон болып. Сол кездері бірақ өте көп ашылды көзі. Bir саяхаттаған адам ол екінші рет отыра алмайды. Наркотик сияқты. Ол тартады. Ол сен одан кейін амалын тауып, адам бір нәрсені ойласа ол келе береді өміріне. Қатты қаласаң, ол саяхатқа шыққан адам қатты қалайды қайтадан. Көргісі келеді, сезінгісі келеді. Ол өміріне бір амал табылады. Мүмкіндік келеді, мүмкіндік келе бастайды. Маған сол кезде ең алғаш шығып жатқан кезінде қатты бетіп күмәнданып тұрасың ғой. Еще ақшаңда бір дайын тұрған ақша жоқ. Қимай деп па. Сол кезде жаңа бір кәсіпкер ағамыз соны қарызданып болсын шығыңдар деді да. Қарыздасаң да шық деп. Сөйтіп болды дедім, қарыз алып шығып кеткен. Айтсаң осы керек маған. Подтверждение ба? Негізі сондай ғой, бізде анау просто неде Қазақстанға шетелдің бәрі күшті болып көріне береді да. Турция вот мықты, Ердоғанның пиары мықты ғой Қазақстанда, особенно бәрі жақсы көреді, мықты дейді. Бірақ Турцияға барсаң, мысалы Ердоғанды жек көретіндер көп та былай қарасаң. Атамыз сияқты қарайды онда. Сөйтіп істейді мысалы. Біздегі қалай? Сол жақта сондай негіз бар да. Хейт бар кәдімгідей. Турцияны да күшті қылып көрсетеді, бірақ күшті емес жерлері де көп. Европаны да бәрі мақтайды. Мына барғанда көрдік мысалы Барселонада қалай қаншама вообще разврат болып жатыр неше түрлі. Францияға барасың, көшелер көне, сасық, мусор болып жатады да. Бірақ бізге бәрі мақтай берген, бәрі соған сеніп қала береді. Барасың, барған кезде андай болсаң, Қазақстанда мынау кайф қой, даже Каспийдің өзіне рахаттанып қуанасың. Бүкіл нәрсе бізде системаға қойылған ояқтап, бәрін қолмен толтырасың, быт-шыт боласың ғой, короче. Кеш біздің қазір заңда шығып жатыр ғой, анау көшеде боқтасаң, штрафын көбейтіп жатыр деп. Түкірсең штраф деген сияқты. Өткенде Барселонаға барған кезде Нұрекең екеуміз көшеде тұрмыз. Прям Барселонаның ортасында, орталықта площадь бар сол жерлерде, и потом магазинге кірдік, маска алайық деп. Маска алдық. И мына жерге қараймын, Нұрбол тұр, артында мына жерде бір кісі келе жатыр, костюм киіп алған, четкий, мына жерде бір мұғалім сияқты ше, сумкасы бар, ноутбук. И тура көшенің ортасына сиіп тұр. Ағашқа сиіп тұр. И 1,5 метр қасында остановка тұр, ішінде бала-шағалар жүгіріп жүр, ойнап жүр, адамдар автобус күтіп тұр. И ана кісі сиіп тұр. Мен қараймын, түсінбеймін, өз көзіме сенбеймін. Нұрке, қарашы, ана не істеп жатыр? Сиіп жатыр. Ё-моё, шокпыз ана жерде. Аналар бәрі отыр. Бәрі өз жұмыстарын істеп отыр. Бәрі. Біз көшеде түкіруге алып жоқ екенбіз. Түкіруге сондай ше. То есть андай бізде түкіруге штраф салады Қазақстанда тема. Боқтасаң штраф. Аналарда дейсің, осы ма Европаның дегенде. Йо, кетеді қой. Капец, андай культурный шок болды сол кездері. Енді типа біздіңкі жаман емес, біздіңкі тема мына жақта ондай күшті емес екен дегенде сондай шок болды. Жаңа не туралы сұрағым келіп жатыр мен сізден ше, slow life туралы асық болып. Мысалы ол түсінік сізге жаспен бірге келген жоқ па? Мысалға жас кезде білмеймін, мысалы мен жаспын деген сондай асықасың ғой всегда, максимализм болады бір жасық ше. Тез істеп тастағың келеді, бәрін бүгін үйде келсе ертең істеп тастағың келеді. Әрине ол міндетті түрде, жас ол міндетті түрде, мысалы сен 30 жаста басқаша ойлайсың, 35 жаста басқаша ойлайсың, 25-те басқашасың мысалы. Кейбір нәрселерді түсіну үшін жас та керек. Ол келісем ол нәрсемен. Одан кейінгісі енді мысалы мен оның бәрін айтып жатқан жоқпын, ол жастар оны айтсаң да түсінбейді оны. Түсінетін адам түсінеді оны. Себебі мен өмірімде мысалы мүмкіндігінше
так өзім қатты асықпауға тырысатын адаммын. Соңғы жылдары одан да қатты түсініп жатырмын да. Мысалы мен кайдзенге қызығамын қатты жапондық. Ол да тура соны айтады мысалы. Тасбақа жаңағы қояннан озат деген сияқты жаңағы, бірақ тұрақты түрде жасалынған жұмыс. Тура сол сияқты бұл жерде де. Яғни асықпай өмір сүре алу, әр сәттен ләззат ала алу да. Яғни мысалы дәл осы сәтте осы жерде болу. Телефон ішіне жаңағыдай өмір бақи бүкіл телефонның, саяхатта да мысалы асықпау, әр елде асықпай бір қаланы көріп не істеп, біз деген зу болдық сурет селфи все көрдіңдер ма міне кетіп келесі қалаға кетіп келесі қалаға, ең бастысы фотода бар ма бар, инстаграмда хайлайтса тұр ма Париж жаңағы не дегендер болды, все кеттік деген сияқты. Сонымен осы нәрсе біз қатты асықтырады. Slow life деген сөз негізі slow food деген шыққан. Италияға ең алғашқы фастфуд келеді ғой. Фастфуд жылдам тамақ қой. Олар айтады, жынданады. Американдық жүйе бізге кіріп жатыр, қайтадан құртады бізді. Давайте біз екінші қарсы бір бағыт шығарамыз. Slow food деген дейді. Асықпай тамақтану деген ше. Қазір slow city деген өз даже қалалар бар екен. Асықпай өмір сүруге арналған қалалар. Барасың жаңағы сөйтіп сондай қалалар рейтинг бар екен өздерінің несімен. И қазіргі өмір неге алып келіп жатыр енді, асықпау деген сөз сен жаңағыдай ақшаны ұмыт, жаңағы бүкіл нәрсені таста деген сөз емес қой. Яғни кейде сен асықпай-ақ асығып жүрген адамнан көп нәрсе жете аласың да. Иә. Мысалы менің өте көп жаңағы таныстарым бар, өзіміз де ол жолдан өттік. Үнемі бүйтеді ғой, мысалы бір қарасаң ақшасы бар, бір күн қарасаң ақша жоқ, бір күн қарасаң ақша бар, бір күн қарасаң жоқ. Мысалы, ана өмір саған біраз уақыттан кейін андай бір жүрегіңдегі тыныштықты құртады. Жүрегіңдегі тыныштық кеткен кезде таңертең тұрасың, бүгін не бар еді, ананың қарызын жабу керек еді, ананы істеу керек еді, анау біткен жоқ қой, анау істеген жоқ қой, сенің күнің бар сондай өтеді, жүгірумен не істеумен. Жүрек тыныштық жоқ адамда не болады, ол уже қасындағыларға тыныштық бермейді, ол уже басқалардың мазасын алады, өмірінің мәні кетеді мысалы, жарыс басталады, ол ақшаның артынан қуады, ол жаңа жетістіктің артынан қуады. Ал енді қайда барасың жақсы мысалы, өткенде Әсел деген Метабадидің иесі күшті айтты, адамға дейді мысалы қазақтарға негізі 5 миллионнан ары қарай вообще табыс табу разница жоқ дейді. Айына таза табу 5 миллион таптың не, сен 20 миллион таптың, 50 миллион таптың, разница болмайды. Сол 50 миллион тауып жүрген адамның тамағын жейсің. Соның барып жүрген үйінде тұра аласың, арендада болсын, сатып алып болсын, сол ұшатын ұшақта ұша аласың бизнес класспен, сол баратын елге бара аласың, сол тұратын қонақ үйде тұра аласың. Дәл өзі. Разница неде? Не үшін онда ұмтыламыз? Егер сол 5 миллионнан саған былай жететін болса мысалы ше. Онда не үшін? 100 миллион не үшін? Значит, біреуге көріну үшін ғой. Біреуге дәлелдеу үшін, анау мақтасын сені, мынау керемет екен, дәулет керемет екен, ол керемет екен деген сияқты сөзді есту үшін кезіндегі просто сенің психологиялық травмаларың ғой негізі. Сен мойындалмай қалғансың да біреудің алдында, әке-шешең алдында ма, достарың алдында ма, ағайындарың алдында ма, мысалы, немесе бір қыздың алдында ма. И соны дәлелдеу үшін сен уже бастайсың осы жарысты. А ол жарыстың соңы жоқ қой. Ол жарыс одан кейін екінші шығады сен, одан кейін шығады. И сол нәрседен бәрін түсіне келе мен өзім қазір міндетті түрде аптасына бір рет психотерапевт, міндетті түрде жаңағы қазір елдермен жұмыс ішкі осы модель бойынша жаңағы өзім асықпай жатқан күнделік жазу, не істедім бүгін мысалы, қолмен искусственно не түрде замедлять ету ғой, жаңағыдай жылдамдықты азайту да. Телефонмен өзі даже қолмен. Иә, мен қазір екінші телефон бар, жаңа арнайы андай Samsung-андай болған, қолмен жазған ыңғайлы, дәу планшет емес, жиналады, ішке өткізеді, ашасын сөйтіп. Соны алып алдым. Ол жерде ешкім маған звондамайды, оны алып қоямын, ана мен тек жазамын, оқимын, кітап оқимын, не істеймін самолетте. Осының эффектісі қандай? Күнделік жүргізудің? Күнделік жүргізу фокусыңды сенің дұрыс, мысалы, күнделікті бір нәрсені жаза берсең, мысалы, мен мына нәрсені істедім, сол бойынша жасалынып жатыр ма негізі жұмысым, болды ма, болмады ма мысалы ше. И ол күнделік жазасың, міндетті түрде мен 3 айдан кейін идеал күн деген жазамын. Идеал күн деп отқан 3 айдан кейін мен қандай нәтижені қалайтын едім мысалы. Мен мысалы мынандай компаниядағы мынанша жеткізгім келеді мысалы өзімнің ше, яғни нормальный график бойынша. Мынандай нәрсені армандаймын, мына нәрсені болғанын қалаймын, мына нәрседен құтылғым келеді деп өзім. И сол күнделікті сен ана нәрсені жаза бергенде сенің фокусың қайтара береді сен. А бізде мынандай ғой, біздің фокус үшіміз күресетін, айтқанда назарымыз аудартатын нәрсе өте көп. Анаған қарайсың жаңағы, ойбай анау деген андай киім киіп алыпты, Луи Виттон киіп жатыр екен, анау айфон ұстап алыпты, анау андай істеп алыпты. И сенде не басталады? Біреудің өмірін көрген соң Инстаграм негізі құртты соны ше. Сен уже жарыс, иә, минус жағы жаңа біреудің өмірін қараумен өтіп кететін болды өміріміз. И соның өмірімен жаңағыдай мен де солай жүргім келеді, мен де солай саяхаттағым келеді, мен де істегім келеді. Ал осы нәрсе не істеді? Құртты осы жүректегі тыныштықты, асығу деген сияқты.
а мен қазір шынымен вообще асыққым да келмейді, ешкіммен жарысқым да келмейді. Осы неге деп ойлайсыз ба, ана адамның жасына деп 30-ға дейінгілер асығу керек деген сияқты ондай бар ма? Жоқ, ол и так асығатын адам и так асығады, оған қанша да өйткені қан ұрып тұр ғой іштегі. Ол қазір сегізі келіп тұр, ол сол жастағы несімен. Сондықтан ол нормальный нәрсе. Маған кім күшті айтты да соны, Қайрат Жолдыбай ағамыз ше, сен жасың келген ғой деді, жасың келгеннен кейін сен мүлдем басқа нәрселер байқай бастайсың. Мысалы мен өзімнің минус жақтарын көрсететін нәрселерді мен уже тастадым. Мысалы айтақ, маған футбол қатты ұнайды, бірақ футболда мен өте эмоциональный болып кетемін менші. Артық сөздер айтып қоямын, біреумен ұрысып қоямын, біреумен төбелесіп қоямын. Қанша футбол жақсы көрсем де қазір бармаймын. Өйткені ол менің жаман жағымды ашады. Тура сол сияқты өмірде маған сондай екінші жағымды көрсететін нәрселерден мен жай алып тастадым артық нәрселерді. Яғни өзімнің спокойный өмірім, өзіме маған ләззат сыйлайтын, тыныштық, мотоциклім бар, нем бар, мысалы өмірім ше. Иә. Сол нәрселерді қалдырдым да. А сен оның барлығын жинай берсең, бәріне қайсысымен жаңағыда пайдаланатынын білмей қаласың. Ананы да алып аласың, еще достарыңмен де, анаумен де, ол мүмкін емес қол нәрсе. Футболда не зиян сонда жаман жағын көрінгені? Футболда не зиян? Жаңа эмоцияң көрініп қойса? Жоқ, мен жаңағыда мында ғой, әріптестермен мысалы артық сөз айтып қоясың мысалы. Көрдіңіз ғой, Дархан мырза екеуміз біраз ұрысып қалдық не бойынша мысалы. Оны үш рет қайталандым мен де сол. Уже қараймын, отношениемізге, қарым-қатынасымызға әсер етіп отыр. Ал маған не керек оған? Футбол ойнап, футбол өмір сүре аламын, сүре аламын. Басқа түрлері бар ғой, онда спорт деген шығаратын, эмоциям шығаратын жерлер мысалы. Сол нәрселер сөз осыны айттым да жаңа Қайрат Жолдыбай ағамыз жаспен де келеді, ол даналық қой дейді. Сол сияқты мен қазір өмірімдегі сол өзім ыңғайлап алып жатырмын. Қартайын дедік. Просто асықпау дегенді көп естисің да, бірақ андай қиын да сол. Кішкене жас кезде андай асықпай тұрып максимализм бәрі ұрып тұрады кейбір моменттерде. Енді қарасаң, енді өмірде көп достарымыз болды ғой мысалы, асығып ертерек жұмысқа да кіріп кеткендер болды мысалы. Барды да көрінген жұмыстарды жасай берді. Қарасаң әлі сол қара жұмыста жүргендер де көп та. Мен мысалы сабақта да асыққан жоқпын, жұмысқа да асыққан жоқпын да. Спокойно өтетін. Өз уақыт келеді, болады деп ойлаймын да менші. Ол сенің кейде тіпті даже қанша тырыссаң да болмайтын нәрселер бар. Уақыт келді, жұмысқа да кірдім, уақыт келді, бәрін көрдім мысалы ше. Бизнес уақыты келді, олың бизнес жасадық. Саяхаттың уақыты келді, саяхаттадық деген сияқты. Осының бәрі өмірде келіп отыр, мен ол нәрсеге сенемін, ол бекер емес. Сіз өте андай системный адам сияқтысыз. Системный, дисциплинированный қатты. Дисциплинированный емес мен. Сөйтіп көремін, әйтеуір сыртта маңызсыз соны бірге жұмысқа көрмедім. Сөйтіп көрінетін шығар. Бірақ анау артық нәрселерді мен көп анализ жасағанға жақсымын. Көп анализ жасаймын, өзімнің әрекеттерімді болсын несін. Екіншісі, ол кішкене сабырлы болуға тырысамын да. Мысалы. Қуаныш мырза, наоборот, асығыстау сондай сияқты ритммен сөйтіп. Ол психотип сондай. Психотип сондай, адамдар мысалы Қуаныш мырза сияқтылар сондай болады, импульсивный болады, жылдам, тез мысалшы. А мен более спокойный. И нем болып тұрып. Толықтырамыз біріміз. Қатты байқалып тұр да. Ол партнерствода ол маңызды ғой. Партнерство маңызды, мысалы кейде маған айтады жаңағы, бай Қуаныш Шонбай, мен қалай жұмыс істейсің дейді. Сөйлескенде қиын ғой ана кісімен. Қуаныш Шонбайдың ең күшті артықшылығы бар, бір әдем қабілеті бар, ол қатесін мойындайды. Даже мысалы бір қате жіберіп жатады, мысалы мен кейде үндемеймін да, біраз уақыттан кейін соны түсінеді, бәке дұрыс айтыпсыз, дұрыс сіздікі не болған екен депші. Басыласың, жібересің, ситуацияны жібересің. Ал көп адамдар бар ғой мысалы, мойындамайды. Қанша не істеп тұрса да, Қуаныш мырза сол күшті нәрсе бар. Сондықтан ойлаймын, 7 жылдан бері бірге жұмыс істеп жатырмыз сол үшін. Ол болмаса точно мен жұмыс істей алмайтын едім мысалы. Менің ойымша бұл жерде сізді де қатты сыйлағаннан кейін де сізге мойындай алатын сияқты да. Ол да бір фактор сияқты. Әрине, екі жақтан болады ғой. Ол да мысалы маған деген, мен де оған деген көзқарасым өйткені. Мысалы мен түсіндім ғой, 2016 жылы как раз Қуаныш Шонбаймен таныспай тұрған кезінде мен ары қарай өсіретін, мен уже курсты өтпеген курсым қалды ойлашы. Бизнес молодость, Аяз Шабудиновтың долина деп аталатын курс. Тағы не бар, Андрей Парабеллумның курсы. Барлығын өтіп тастадым ана жерде курстарды. И нәтиже мен ойлағандай емес та. Мен түсіндім сол кезде, нені дұрыс істемей жатыр мен. Сол кезде ойладым, маған ментор, партнер керек. Менен мықты партнер болу керек. Еще нәтиже болған, сол адаммен бірге мен жұмыс жасауым керек. Өйткені қара, мен бір курсқа барам,
өсем деп ана курстағы білімді тәжірибеде қолданып істеймін дегенше кемі бір 7-8 ай кетеді, кейде 1 жыл кетеді бір нәрсені үйрену үшін. А сені жылдам өсіретін сенің қасыңдағы не менторың, не партнерің болу керек, мықты сенің и команда. Өзімен түсіндім, маған значит ментор керек қазір, қасында менен жоғары болу керек. И партнерді осы жерде маған айтады да, партнерстводан көп андай дәріп дейтін партнермен жұмыс істеңдер деп көп айтатын адамды білемін ғой мен ше. И маған көбісі айтады, Мерек мырза, сол партнерство деп айта бересіз, мен партнермен жұмыс жасап көрдім, жаңағыдай болмай қалды, лақтырып кетті мен, немесе жаңағыдай бір-бірімізді жаңағыдай түсінбедік үйтік дейді. Мен сразу бірінші сұрақ айтамын, партнерың сенен мықты ма, или сенің деңгейіңде, или сенен әлсіз ба? Жақсы сұрақ. И қарасам көбісінікі ойланады да, өзім деңгейімде дейді, немесе менен төмен дейді. Енді қара, сен өзің деңгейіңде тұрған партнерді мойындау өте қиын. Ертең қиын қыстау келген кезде, эмоция келген кезде сен ананы мойындамайсың мысалшы. Ал егер сенен мықты болатын болса, ол кезде ол жақсы мысалы. Сондықтан партнер таңдаған кезде өзіңнен мықты болу керек. Екеуі бір-біріне мықты болу керек болсын да? Иә, бір саладан мықты болу керек. Сенен бір сала, ол сенен вообще мықты мысалы. Вот, сол кезде идеальный баланс. Иә. Ал сен уже өзіңе удобный партнер таңдап алады да, адамшы. И ертең оны жаңағыдай болмаған кезде братан бола салады да. Болмай жатса ертең қорқады ғой, бизнес тап қояды. Ертең бөлісе алмай қаламыз, анау ішкі жатқан қорқыныш бар. И сол не істейді, бір өте удобный адам таңдауға тырысады. Маман да дәл сондай мысалы. Маман жаңағыдай бір күн ананың ойынан шықпай қалса, ананы барып тапит етіп, ертең кінәлі қылып өзінше дөңгелегіне жаңағы палка тығып жұмысын и ананы әлсіздігін көрсетіп, көрдің ба мен саған айтып едім деген сияқты, соны көрсету үшін сондай да енді көп психологиядағы адамдар. Өте дұрыс айттыңыз әке, бұны партнер таңдағанда бір тендермен қатты айналысып жүрген кездері, хотя мен кофейняда бір партнерім болды, ол 1,5 айдан кетіп қалды. Бір көрдім, өзім үшін сабақ түсіндім. Кейін ол кофейняда екінші партнерім болды, оны нормально істедік. Оны сатып жүрген кейін тендермен айналысып бастады. Тендерде жүргенде өзім удобный адам таңдаппын да қазір. Мен стик андай үшін ұрып тұрған. Давай лоттарды көп қара, давайнан қара. Ол исполнитель. Ақша жағын бәрі менен қара, мен де қараймын. Давай мен 500 тендер, сен 500 тендер қара. Соны воронка істейміз. Істемейді ол ше. Вообще істемейді. Жүр кафеге алып шығамын, жүр отырсам сөйтем, дух берем, мотивация берем. 2 күнге жетеді, потом өшіп қалады. Сондай да уже бір жағынан, елки шаршап кеттім, рахмет дедім. Жарты жыл ма сөйтіп күшім кетіп қалды да, сөйтіп түсіндім, бұл жігітті айлық беріп, наемный болған дұрыс екен деп. Осындай өте жасады. Партнер емес, сотрудник болған дұрыс екен. Досым болса да сотрудник қылып, ақша беріп, сөйтіп істеткен дұрыс екен. И потом сотрудник болды ма? Потом, сотрудник болды. Тендерда. И нормально істеді ол кезде. Ол кезде нормально істеді. Ол кезде істеді. Мен тез тапсырамын, мен өзім қараған тендерлар аламын да, маған документтер жинап, так далее деп сөйтіп ары қарай. Сол кезде түсінген, ипансыз айтып жатсыз, шынымен де бағанағыдай комфортный адам деген сияқты. Может, солай таңдаған шығармын. Бірақ компетенция тема болды тендерден. Исполнитель екен да, еще ол пропан риск алу, анау-мынау, ондай темалар мүлдем олақ екен. Мен сосын ана сені білгім келеді да. Мысалы сіздер көбінесе инстаграмда, әлеуметтік желіде тек кәсіпті көрсетесіздер ғой. Кәсіпкер ретінде көрінесіздер да, бірақ отбасылық құндылықты көрсетпейсіздер ғой көпше. Отбасыға қалай көңіл отқан, и бұл нәрсенің себебі неде? Және бұл андай аудиторияға кері әсерін тигізеді деп ойламайсыз ба? Мысалға кейбір жас кәсіпкерлер андай деп ойлауы мүмкін, или кәсіпке енді қызығып жүргендер типа, маған семья керек емес, мен өзім жүре берсем болады деген сияқты. Или там орыстарда көп болсын олар, мысалға Георгий Соловьевтің өзі сөйтіп жүр ғой, 29-ға келді, вообще қызымен жүрмейді, сөйлеспейді, сондай да. Адамдар сөйтіп ойлай қалмай ма деймін да, мен андай отбасыға көңіл бөлмей қойсақ болады, там былай жүре берейік деген сияқты. Или там әйелі болуы мүмкін, просто әйелінің көңіл бөлмейді да, енді мақта бәрі кәсіп істеп, мен де кәсіп істеп жүре беремін деген сияқты. Өте әдемі сұрақ Нұрге. Қараңыз, мысалы ол мәселені ойландым да. Ол қаншалықты мен қазір семьямды көрсеткім келеді, көрсеткім келмейді деп. Ішімнен тыңдап көресің мысалы. Мен білмеймін, бала шағамның қазір әлеуметтік желіде басқалар танып, андай бір внимание болып, білмеймін, қаламайды екен. Ертең уақыт келеді, өзінен мүмкін сұрап көремін, несін істегенде ше. Сен қалайсың ба? Мен сені түсірсем қалай, нормально ма деген сияқты мысалы. Оны әйелімнен сұрағам. Сен түсіріп, жалпы не істесем қалай? Білмеймін, қазір маған қажет емес деді ол. Қажет емес болса, мен қинамаймын мысалы. Сөйтіп түсіріп ондай қатты не жоқ мысалы. Оны өзі дайын болған кезде айтатын шығар мысалы. Бірақ біздің жігіттердің арасында отбасылық құндылық өте қатты. Өйткені мысалы Аллаға шүкір, ешқайсысы ажырасқан ешқайсысы жоқ. Барлығы отбасына көңіл бөлінеді. Бала шағаларын естиді, мысалы даже бізде
клубтың ішінде жаңағы Максимум болсын Шонбай болсын әйелдер бір бірлерімен араласады мысалы. Ол құндылық мысалы да, ол қатты дәріптеледі. Күшті. И жаңағы кеше мысалы Шымкентке барып жатырмыз, Дубайға барып жатырмыз, міндетті түрде отбасыларын алып шығыңдар деймін кәсіпкерлерге ше. Максимумдағылар аралассын, көрсін, өйткені көбінесе жаңағы сөзіңіздің жаны бар, кәсіпкерлер өзі дамиды да әйелдер дамымай қалады, үйде отырып қалады жаңағы бала шағамен. И аналар барған сайын самооценка түсе береді. Мен дайын емеспін, анау и көбісі басында ұялып келеді да кейін ашылады. И уже келесі сапарларда уже айтамын да мен әйелдеріне келесі жолы күйеулерің шығатын кезде қалай ілесіп алыңдар. Біздің клубта ол не істелінеді, қолданады. Жаңағы шығу нормально. Күйеулеріңмен барыңдар, көріңдер деп. И қазір жас кәсіпкерлерге клубтың ішінде оны қатты дәріптеп отырмыз. Ал енді оны әлеуметтік желіге көрсетпеу, білмеймін, мен оны қатты қолдамайды екен мысалы да. Баланың өйткені енді анау міндетті түрде енді бізде қалыптасқан көз тиеді деген нәрсе бар. Біреудің байқамай не істейтін мысалы. Ал не қыламын, ол әлі жас балаға әлі не істеген мысалы. Иә, дұрыс. Сондықтан мен сол жағына қарай кішкене мән беремін да, и қатты қолдай бермеймін андай көріну деген. Ал біреу уже блогерлар көрсетеді жаңағыдай отбасымен не істейді. Оларға нормально шығар енді. Значит, өзінің ішкі несі өзін комфорт сезетін шығар. А мен балаларым көрсетіп, ана не істеткеннен өзім бір некомфорт сезінеді екенмін. Біз орыс тілді блогерлар көп кәсіпкерлер көрсететін. Арман Юсупов бар, Нұрсұлтан Магзумов дегендер әйелін, бала шағасын көрсетеді көп. Мүмкін даже іште бір қорқыныш шығар енді. Кезінде өйткені мынандай да, бокста жұмыс істедім, жаңағы бокс саласында болғаннан кейін, и бокста кішкентай балаларды алып келеді жаңағы. И папалар аналардың жұлдыз болғанын қалайды да. Жарыстарға шығарады, жаңағы не істейді. И баланың баланың қалауы емес, әкесін қалауы. Чемпион болу. Кезінде өзі бола алмай қалса, баласын болсын. Иә, чемпион болғысы келеді. И сөйтеді да ана жерде жаңағы баласын шығарады. И қарасаң анау ең любой адамда пиковый уақыт болады, и құлайды ол. Любой салада спортта әсіресе ше. И пиковый уақытын 13-14 жасына келіп қалады да, пиковый уақыт. А оны ұстап наоборот 21-ге келген кезінде пиковый уақытын ше, 19-ға анау ататын еді сол кезде ше. Анау ерте құлады да ары қарай уже вообще боксқа барғысы келмей қалады баланың ше. Сондықтан мысалы мен сондай нәрселерді көрдім, ата-аналардың жаңағы балалармен қалай жұмыс жасағандарын. Мен қазір оны бір әлеуметтік желіге шығарып, бір андай еркелетіп жібергім келмейді да, андай бір көрсеткізіп, дәмін сездіріп ше, оның уақыты келеді, ол өзі таңдасын ше. Өзі қалауы. Пиковый уақыттан несін деген сияқты. Ол өзінің жеке өмірі ғой, ал Инстаграмда ол менің жеке өмірім. Мен Инстаграмды тек шынымды айтайын, ол бизнес тұрғысынан ғана қолданам болды. Маған ол бизнестің дамуына ғана әсер ету керек. Ол менің жаңағыдай өзімнің дамуыма қарай болу керек. Мысалы жеке өзімдікі, мен неге қызығамын сол. И маған айтады да жаңағы сіз развлекательный контент көп салмайсыз ғой. Пайдалы ақпарат бере бересіз дейді да. Маған ұнайды ғой мен. И менің аудиториям сонда ғой, сондай жақсы көретін нәрселер. И айтады да жаңағы блогерлар маған соны, сіз егер развлекательный көрсеңіз, сіз одан да көп аудитория жинайсыз дейді. Гиваны таяқта деп. Маған ол аудитория қызық емес деймін да мысалы. Маған егер осы аудитория қызық, и көріп отырмыз ғой енді развлечениемен жүрген жаңағы кәсіпкерлер де бар. Түсіріп жаңа әрдеңе ха-ха-ха оқы деп. Бірақ олардың да бір керемет болып кетіп отқан көріп отқан жоқпын мысалы ше. Егер сол болса мен мүмкін көп тауып жатсам, развлечениені көрсетіп, жаңағы ой, ана бала жағасын көрсетіп, көп тауып именно сол әсер етіп жатса түсінемін мысалы ше. Болып жатқан жоқ қой нәрсе мысалы. Менен көп тауып жатқан жоқ точно мысалы да. Жаңағыдай бір нәтиже бір керемет болып жатқан жоқ. А онда не керек бар білмеймін ше. А маған әлеуметтік желіде өзімнің ертең біраз жылдан кейін көріп ойымның өзгермегенін көргім келеді мысалы ше. Қазір ойларым жаңағы сол кездегі мысалы рилс болсын, текст болсын, и бір есте қалатын сәттер мысалы саяхаттарым, нелерім мысалы ше, барғандарым оқыған кезінде бір эмоция үшін бір қарап қойып уф деп бір мәз болып қаласың сол сияқты. Бір күнделігім сияқты жүргіземін да мысалы. Бірақ тұрақты жүргізуге тырысасыз иә қазір? Тұрақты жүргізуге. Иә, тұрақты жүргізуге тырысамын, көмекші алдым, жаңағыдай. Не мотивация береді тұрақты жүргізуге? Мысалы кеше ғана мен ана метрошинаға Аяш Шабудинов келіпті да, сұхбатына сол кезде айтып жатыр да. Шабудинов тоже стабильно шықпайды ғой. Сөйтіп сұрайды, не мотивация береді, не үшін шығасың десе, ол айтады, ішімде бір сезім, ой болады. Мен соны бір досым айтқан сияқты алып сторис айтамын дейді да, өзім жан досым айтқан сияқты. Сол кезде ғана шығамын. А так былай шыға бермеймін дейді да. Или болмаса өзін сторисқа шығу үшін ол челлендж жасайды екен. Тұрады да мен айтады, там аудиторияға қалғанда бір челлендж жасайын дейді. Соны орындау үшін шығамын прогрев кезінде әдейі дейді.
или болмаса өзін дамыту үшін мысалы 1000 тренировка деген шығарып алды ғой. иә И мен соны 1000 тренировка жасаймын деп айтып қоямын, аудиторияма обещать етпеймін, соны көрсетіп отырамын дейді да. Сол кезде мен аудиторияға көрсету арқылы өзім де дамимын дейді да. Сондай бір мотивация қойып алады екен да ол өзіне. тема подходит, иә. Аудиторияңды сразу өзің жан досың ретінде көріп, потом бәрін айту, совет. Аудиторияң көзінше де уәде беріп қоясың ғой сен 1000 тренировка жасауым керек деп. И ол сен ойландырмау керексің да уже уәде бергеннен кейін. Ата айтады сен лохсың ғой деген сияқты. Солай істеп алған да олар. ал әркімнің өзінің моделі бар шығар енді істеумен. Мысалы маған енді қараңыз, осы уақытқа дейін мен бизнес партнерді мысалы Қуаныш Шонбаймен мысалы инстаграмда қарап жүріп таныстық мысалы ше. Мен осы уақытқа дейін бүкіл клиенттеріміздің барлығын мысалы инстаграм арқылы, бүкіл команда инстаграм арқылы жиналған. Ойлашы, яғни бір нәрсе, бір ғана инстаграмның өзі менің бизнесім дамуына, партнерлар табуыма, достарымның табуына, дамуыма, иә, бәрін берген да. Сондықтан мен оған түсінемін, ол маған эффективный жағынан өте жақсы, көп мүмкіндік беріп жатқанын. Мен сол үшін пайдаланамын. Сол үшін ол клиент әкеледі, мысалы кеше де мысалы Шымкентке жиналып отырмыз, аудиторияң бар инстаграмды көріп жүрсен де мысалы. Сол үшін. Сондықтан мен ойлаймын, мына YouTube болсын, Instagram болсын, сол маған сол не береді, жұмыс жасауға. Болашаққа деген андай ғой, тастап қойып жатқан инвестиция сияқты төлем өзіңе ақысы. Күшті. Сізде ондай сұрақ, пассивный инвестициямен айналысасыз ба? Тапқан табысыңызды қалай распределесіз? Қаншасын бөлігін реинвестицияға, қаншасын бір запас ма, пассивка ма, немесе қазақша traditional бизнестен арендаға беру, квартираны қойып деген сияқты сондай ма, или мен өткен жылдар айналыстым сондай. 2 жыл алдында бастадым, квартиралар алып, оны қайтадан салып, арендаға беремін, қайтадан сатамын деген сияқты сондай несімен. Одан кейінгісі, егер мысалы шығын көп болып бірдеңе төлеу керек бірдеңелер болатын болса, мен 10% ғана қалдырамын өзімнің. Ал егер кейде болады жаңағыдай артық ақша қала бастайды, ол 20% қалдырамын ол кезде. Счетқа сала бастаймын отдельно. Мына нәрсе мен қатты түсіндім. Ақша келіп жатқан ақшамен жиналып тұрған ақшаның энергетикасы екеуі екі бөлек. Мысалы сізге қазір кіріп жатады ақша ше, осыған энергия береді ғой. Бірақ жиналып тұрған ақша одан да көп энергия береді. Сондықтан ақша жиналу керек, кішкентай болсын. Уверенность бере ма, типа запас тұрады да? Иә, тыныштық береді. И саған жаңағыдай бір жасауға деген бір мотивация береді. Ары қарай көбейтуге дегенше. Өйткені бізде көбісі ойлайды, мысалы қазір ақша келіп жатыр, и оны құрта береді да. Хотя бір 10% алып қойшы, саған итак қатты әсер етпейді ғой. Осыны мысалы мен қазір қатты сол финансистпен, қазір финансист болғам жеке. Компания финансисті бар, жеке финансист бар. Ол күнделікті менің неммен қанып отырады. Жіберіп отырамын расходтарымды. Мынанша деп ше. И ол прям күнделікті. Күнделікті, күн сайын. Бензин құйған, кофе ішкеніңіз тамағым бәрі, бала шағам, үйіме жіберген ақшам бәрін жазып жіберемін. И ол енгізіп отырады, и ай сайын, апта сайын анализ жасап отырамыз. И жаңағыдай, и түскен ақша түсіпті ғой дейді. Лақтырыңыз. Кеше ақша түсіпті ғой. Лақтырыңыз счетқа дейді. Расходтардың бәрін жазып қойсың. Бүгін мынанша айлық алдым. Мына дивидендім кетті. Мына проектте мынау келді. Мынадан әр қайдан түсті ол ақша. И содан кейін мен әр проекттен қанша түсіп отқан көре аламын. Мысалы, мына айда мен мынаны алыппын, мынанша алыппын деген сияқты. 10% жиірек деп тұрады анау. Анау иә, кеше ақша түсіпті ғой. Сразу жаңа лақтырғызады. Сол қарай бөлесің да, жаңа депозитке тастап қоясың деген сияқты. И осы нәрсені қатты түсіндім мен ше. Келіп жатқан ақшаға қатты қуана берме. Ол адам, бай адам, ол келіп жатқан ақша үшін емес. Бай адам сол келген ақшаның нешеуі қалды, сол мынаған қарап байлық. Мынау келіп жатқан байлық емес ол. Дұрыс қолдана алу ары қарай распределение. Соны кім сақтай алады, кім жинай алады, сол байлық. Біздегі анау көп танимын да, 10 миллион келеді, 20 миллион келетіндер бар, вообще сақтамайды ғой. Қалай келеді, солай кете береді. Ол сөйтіп оны кішкене тереңірек қарасаң, ол психологияда жатқан мәселе, қорқыныш, ақшадан қорқады, тез анау жаратып келеді, андай алып қояды, мынандай алып қояды. Мен андай НЗ болу керек сияқты, неприкасаемый запас алып тұрып всегда жүгеді. Мен де андай тауып тұрсам, дұрыс па білмеймін, сіз қалай ойлайсыз? Дивиденд түседі, мен сразу же оны бір активқа қойып қоямын. Бірінкеге мысалы бір зат алып қойып отырсам, кейін сатып жібере алатындай қылып. Сразу и өзімнің бүкіл кэшімді соған жаратып тастаймын да. И дефицит создаю өзімде. Мысалы квартираны вложение істеп тастаймын. Дольщик болу керек, дольщикке болып құйып тастаймын қайтадан. Мен алдында ол жер мынандай ғой. Сен егер айлық расходыңды өзің білмейтін болсаң, ол жерде сен уже сол айлық расходыңның ішіне кіріп кетуі мүмкін да. Жаңағы дивиденд түсті, бірақ дивидендті сен уже жарату керек едің, мысалы айталық өзіңе мысалы. Ай сайын сен мысалы 4 миллион жаратасың айталық. И сен алдыңда уже дивидендтен 4 миллиондан
алып қойдың да 2 миллион қалып қалды сенде ше. Өйткені активке саған ар жаққа қарай жаңа қолыңа түскен 10 миллионды тағы 2 миллион керек болды, сөйтіпсің ғой. И сөйтесің не істейсің, жақта уже сен кусок алып қойдың. Сол үшін бірінші расходты табасың, қалғанын ғана саласың. Сол үшін и сол расходпен ұстауға тырысасың сен. И ол жаңағыдан түсіп жатқан ақшадан уже сен саяхатыңа бір бөлек аласың, уже несін бөлесің, ең бірінші қор жиналады да мысалы. Сондықтан өзіңнің расходыңды точно білу керек екенсің, өте маңызды. Ай сайынғы. Мысалы нормаль өмір сүру үшін маған мынанша миллион кетеді деген сияқты. Квартираң бар, машинаң бар, жолың бар, тамағың бар, кездесулерің бар, киімің бар деген сияқты өзіңнің расходың бар ай сайынғы. Сол ойдақ қойсаң қызбен кездесесің ойдақ қойсаң көп құртасың. Рахмет, күшті болды. Соңғы біздің 2 сұрақ бар, өзіміз стабильно қоятын. Біріншісін. Ол сұрақ Мәкен қалай жауап береді екен. Бұл цифра әртүрлі дәрежеде әртүрлі. Мысалы, сізге жұмыс істеп 3 миллион теңге табу предлагать жатыр. Немесе жұмыс істемей 1 миллион теңге табу. Қай вариант сізге? Сома әртүрлі болуы мүмкін, бірақ разницасы осындай да. Разницасы осындай. Жұмыс істеп дегенде ол бизнес бәрі кіреді оның ішіне. Активно жұмыс істеп участвовать етуіңіз керек. И не участвуя 1 миллион. Жоқ, мен өзім кінәлі сезініп, ана жерде вообще қадырмай кетеді жұмыс істеген ақшаңызша. Вообще керек жоқ. Чисто жұмыс қой. Жұмыс істеп 3 миллион. Жұмыстан келіп түскен ақша ең берекелі, ең. 1 миллион ол пассивка ғой. Сіз жұмыс істеп қойғаныңыз. Жоқ, сіз или деп жатсыз ғой. Или дегенде жұмыс істеп отыр. Жұмыс істеп 3 миллион, Өйткені қазір мен жұмыс істеп, мен оны өзімнің 60 жасымда, 70 жасымда кім болатынымды көп ойладым мен. Жаздым даже. Мысалы, мен даже кезінде қандай қызға үйленгім келетінін жазатын. Өзім ойымдағышы, мысалы, мынандай болу керек. Келді. Жазғанбыз. Жаздым, мынандай болу керек, ойымнанша, шашым мынандай деген сияқты. Кәдімгі елестетіп жатар алдында жаңағыдай. Тура сол сияқты мен қазір 60 жас, 70 жасымда ойлаймын, мысалы. Кім боламын мен? Кім болғым келеді? Қандай не істегім келеді? И сол жердегі өзімнің стратегиям бар, соған келе жатырмын, келіп жатқан жоқпын, мысалы. И сол модельде ол міндетті түрде мен даже ол жаста да еңбек ете бергім келеді. Өз деңгейінен қазіргідей көп шешім қабылдау емес. Біреуге көмектесу арқылы, бір социальный проекттер, бір нәрсе, бірақ сенің тағы да істеп тұрған жұмыстарың болу керек, отчет алып отыратын. Күшті, өте қызық. Бір сұрағыңыз? Мен осы сұрағым бар. Әр кәсіпкер әртүрлі жауап береді. И әр кәсіпкердің өз ойын тыңдаған өте қызық екен. Екіншісі стабильно қоятын сұрақ, ол маған қызық, всегда информация алатын точкалар адамда. Источник информация дейді ғой. Қай жерден алады? Маған всегда сол нәрсе қызық. Сіз де көп сайттарда оқисыз ғой негізі әртүрлі. Кезінде жібердіңіз ғой маған да. Сол туралы айтып өтсеңіз, қай жерден информация аласыз адамдарға ұсынатын? Мен ең бірінші любой жерге жұмысқа болсын, мысалы бір жерге барамын ғой. Ең бірінші жұмыс орындар дейді, мысалы. Кабинетім өте удобно болу керек. Үйімде болатын болса, үйімде өте удобно болу керек, комфортно болу керек. Комфортно болмағанша мен жұмыс істемеймін ешқашан. Телец емес пе? Телец емес. Жоқ, білмеймін, мен чувствительный болған екен шығар несі бойынша. Жоқ, білесіз. И сол нәрселерді ескеріп, и ол маңызды да. И содан кейін бастап мен уже кірсем ақпараттарды несін істеп. Ақпараттардың көзін кітап, YouTube, қарапайым не ғой, и жаңа нелер, сайттар. Мысалы, егер тез қарау керек сайттардан қарайсың, и ағылшындарды көп қараймын, америкалықтарды. Өйткені мысалы біз ақпараттық нарықта жұмыс жасаймыз ғой. Сенің айтып отқан ақпаратың қызық болу керек и жаңа болу керек. Біз ақпарат берумен жарысамыз бір-бірімізбен ше. Кім ерекше ақпарат бере алады? Вроде бір ақпарат беріп отырмыз, бірақ оны кім ерекше айта алады? И сол үшін бұл жерде біз жаңада мысалы қараңыз, нарықта ерекшелерін бір Қуаныш Шонбай, ол Түркияда оқыған үшін ерекшеленеді. Өйткені бүкіл пайдаланатын ақпараттың бәрі Түркиядан алынған. Мысалы Қабылбек ұстаз, ол ерекше айтатын мысалдар байқайсыздар ма? Арабтардан алынған. Арабша кітаптарды көп оқиды несімен. А біз көбіміз орыстардан алғанбыз ғой. И мысалдарымыз ұқсап кете береді. Ерекшелене алмайсың нарықтағыша. Уже маркетологтың бірінші заңдылығы бар ғой, ерекшелен немесе өлесің дегенше. Сондықтан ерекшелеуді үйрену керек. Маман ретінде, не ретінде. Сондықтан мен американдықтарды көп қараймын да, солардан ақпараттар қараймын, не істеймін. Тема. Сайттарды айтып өте аласыз ба? YouTube каналдарда басқалар қарап көрсін тоже. Бізде қарай. Енді бұл тақырыбына байланысты, мысалы мен қазір енді кітапты көбінесе қазір анау MyBook деген бар, соны оқимын, BookMate-тан екеуінен қараймын, кітаптар несі бойынша. Ал нені запростар бойынша именно мына сайт деп айта алмаймын, бірақ енді америкалық нелерден маған анау YouTube-тан қараған кезінде Гарвардтың несі ұнайды.
одан кейін Y комбинатордың несі YouTube каналы бар, қызықты ағылшын тілінде. И үшіншісі ол жаңағы Нейл Пателдің YouTube каналы бар. Мысалы Нейл Пателдікі маған ұнайды. Мысалы бір идеяны алады да до конца апарады соны ше, зерттейді. Мысалы мына модель қанша ақша келе алады маған, мысалы мына инструмент маркетингтегі, и соны зерттейді, аудиторияға до конца апарады да, соны көрсетіп отырады. иә, соны сайтында и жаңағы ютубында соны айтады. Мысалы полный ашады да соны. Бізде сондай терең кіре алатын мамандар жоқ та. Сондай мамандар болса кайфпен қараймын. Мысалы маған жай ғана андай развлекательный контенттерде несімен, маған развлечениеден футболын жақсы көремін, ойнамаймын, бірақ қазір тек көремін. Қазір көремін. Оның интервьюларын оқимын, клубтардың жаңалығын оқимын, финансын қалай басқарып жатыр клубтар, соған қатты қараймын. Команда образование қалай, сол жерден бәрін сөйлен, маған соны жетеді негізі. Ақпараттың тема екен. Рахмет Мәке. Жақсы, сіздерге де рахмет шақырғандарыңызға, өйткені енді шынымен қазақ тілінде контент өте керек. Себебі кезінде бізді ТТБ-ны ашқан кезде біз ойлаған жоқпыз олай шынымен атып кетеді деп. Өйткені ол бүкіл ютубтың мамандары айтқан заңдылығына қарсы шықты негізі. Мыжым әңгіме 1,5 сағаттан асады. 1 сағаттан еще қазақша. Еще қазақша. Иә. И жаңағы бірақ сол өте көп қазірге шейін неге ТТБ-ны істемейсіздер, неге ТТБ-ны істемейсіздер, көрінген жерге барсам соны айта беретін мысалы ше. Сондықтан мен ойлаймын сіздерде мына қазақ тіліне өте көп пайдасын тигізіп жатсыздар. Алла қаласа бұл сұхбат анау Грант Кардоның несін ұнаған маған. Күшті айтты сол. Мен дейді бұрыннан бері жас кезінен интервью алады ғой, көп ала береді. Горбачевтан алған, СССР құламай тұрған кезде бастаған, СССР құлағаннан кейін бастаған, алған, и бүкіл тарихты айта алады да нош. Қазірге шейін айтады да, мен ана кісімен 2 рет алғанмын, не істеген. И ол айтқанда бүкіл ненің ақпаратын біледі. Танымал адамдардан алған да. Енді қараңдар, мысалы, ешқашан тарихта мынандай YouTube сияқты, әлеуметтік желі сияқты проекттер болмаған. Мына видео бұл тарихқа қалатын видеолар бұлар ше. Сен ертең сенің бала шағаң, сенің немерең көруі мүмкін. Яғни бұның құндылығы өте жоғары да. Сондықтан сіздердің істеп жатқан нәрселеріңіз өте ұзаққа и өте берекелі нәрсе. Сондықтан рахмет, жасай беріңіздер, дамай беріңіздер. Рахмет батаңызға. Үлкен поколениялардың бата келіп жатыр. Берекелі достар. Тем более қазақ тіліндегі бірінші бизнес подкаст болды ғой сіздердікі. Соның жолын берсін біз шығып отырған. Оқырмандарға айтатыным осындай қазақ тіліндегі нелерді көп бөлісіңіздер, достарыңызға жіберіңіздер. Инстаграмдарда жаңағы сториздарыңызды салыңыздар, көрсін. Сіздер де қолдау көрсетіңіздер, тек көріп қойып ми жарылды деп отыра бермеңіздер, көрсіңіздер. Жақсылықтар, сәттілік. Супер.